125 high school, болашаққа жол. 125 high school, білім ал көр. 125 high school, сен ақылды бол. Саламатсыздар ма балалар? Біз бүгін дүниежүзі тарихы пәні бойынша Батыс Европадағы екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі экономикалық кереметті өтеміз. Яғни Европалық елдер экономический дағдарыстан қалай шықты, қандай жолмен шықты және оларда қандай салалар дамығандығын біз бүгін білетін боламыз. Ал ендеше сабағымызды бастайық. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін әлем бізде өте үлкен дағдарыста еді. Осылайша бұл әлем дағдарыстан шығару үшін Европалық елдер Америкамен әрине достық қарым-қатынасын орната бастады. Ол әлемдегі экономикалық дамудың жаңа жолдарын іздестіру сипатымен өтіп, осылайша Европадағы мемлекеттер прогресс жолына индустриалдық қоғамнан постиндустриалдық қоғамға көшумен ерекшеленді. Яғни бұл 20 ғасырдың екінші жартысының ерекшелігі ғылыми техникалық прогресс дамып, елдер индустриалдық қоғамнан постиндустриалдық қоғамға өте бастады. Осылайша елдердегі қалай айтсақ екен 1974-75 жылдары және 80-82 жылдары әлемдік экономикалық дағдарыстар кезінде отарлық империялар ыдырады. Олардан бөлек жаңа техникалар пайда болды, яғни технологиялық және ақпараттық революциялар орын алған еді. 20 ғасырдың 70-60 жылдары әлеуметтік көтерілістер, сепаратистік қозғалыстар және тағы басқа бір келеңсіз жағдайларды жатқызуға болады. Олардың барлығы экономикалық әлеуметтік қатынастарды қайта құру үшін, одан әрі дамыту үшін, ымыраға келу жолдарын таңдау үшін саяси жолдарды таңдауға мүмкіншілік беріп, саяси бағыттарды қатаңдатуды талап етті. Осылайша осыған байланысты кейбір елдер Маршалл жоспары бойынша Америка Құрама Штаттарынан өте үлкен көлемде қарыздар ақша алып, экономикалық көмектерді ала бастады. 50-60 жылдар елдердің экономикалық әл-қуатын қайтадан тез әрі жылдам қалпына келтіру процестері бізде тарихта экономикалық керемет деп аталады. Осылайша біз бүгін Ұлыбританиядағы экономикалық кереметті өтейік. 20 ғасырдың 50 жылдардың ортасында Ұлыбританияда экономика айтарлықтай жақсарды. Өнеркәсіптік өндірістің өсуі ғылымды жаңа салаларға дамытуын алып келді. Осылайша энергетика саласы, авиа қозғалтқыш саласы, машина жасау саласы, ядролық және химия және әскери салаларда қарқынды түрде дами бастады. Яғни ядролық энергетика, химиялық қоспалар секілді әскери жаңа техникалар пайда болды. Әрине бұның бәрі экономиканың дамуына алып келді. Өнеркәсіпте капиталдың шоғырлануы өсті. Сонымен бірге консерваторлар өнеркәсіптік өндірісті дамытудың ерекше көрсеткіштеріне қол жеткізе алмады. Экономикалық дамудың төмендеу қарқыны отаршылдықтың нәтижесі болды. Экономикалық жағынан Үндістан секілді, одан бөлек басқа да отарлары тәуелсіздігін алуы Ұлыбританияның экономикасына шикізаттың жетіспеушілігіне душар болды. Нәтижесінде ағылшын өнеркәсібі кең нарықтағы бәсекелестікті игере алмады, оны одан әрі жетілдіруге ынталандыру болмады және өзінің даму деңгейі бойынша басқа елдерден артта қалды. Ұлыбритания әлем бойынша өнеркәсіп өндірісінен ақш-тан кейінгі екінші орында сақтағанымен, экономиканы мемлекеттік реттеу салаларында консерваторлардың селқостығынан тоқырау кезеңі Ұлыбританияда туындады. 60 жылдардың басында барлық британ отарлары тәуелсіздіктерін алды. Енді Францияға тоқталайық. Франция мемлекетінде экономикалық керемет қалай жүзеге асты. Екінші дүниежүзілік соғыс Францияның экономикалық жүйесінің қатты сілкіндірді. 1875 жылдан бері өмір сүріп келе жатқан үшінші республика жойылды. Соғыс кезінде отаршылдық империя ыдырай бастады.
Төртінші республика конституциясына сәйкес Франция парламенттік республика деп жарияланды. Экономиканы қалпына келтіру қажеттілігінен инвестициялардың басым бөлігін өнеркәсіпте бағыттауға тура келді. Бірақ дамудың қарқынды жеделдетуіне мүмкіндік бермеді. Осылайша 1948 жылы Франция өнеркәсіп өндірісінің көлемі соғысқа дейінгі деңгеймен салыстырған кезде содан асып түсті. Экономикалық салаларда ең маңызды қадам экономика және кәсіпорындар саласын ұлттандыру саясаты болды. Францияда 5 ірі банк, көмір өнеркәсібі және Рено автомобиль зауыты осы салалар ғана қарқынды түрде дамып, одан бөлек бірнеше авиациялық кәсіпорындар Францияның экономикалық кереметіне алып келіп, Францияның ең жетік дамыған салалары осы салалар болып саналды. Қайталап айтамын, 5 банк ірі 5 банкі болды, көмір өнеркәсібі, Рено автомобиль зауыты және бірнеше авиация зауыттары Францияның экономиканың фундаменті болды. Ауыл шаруашылығы бұрынғы деңгеймен салыстырғанда 50-ші жылдары қарқынды түрде дами түсті. Халық шаруашылығының айрықша ерекшелігі экономикада ерекше өсу бағдарлау басталды. 1947 жыл үкімет қайта құру жоспары, яғни Мане жоспарын қабылдады. Осылайша 54 жылы екінші Мане жоспары жүзеге асырыла бастады. Ал 46-58 жылдар аралығында жаңа өндіріс салалары дамып, әсіресе газ, мұнай өндіру, мұнай өңдеу және ядролық технологияларды, электронды және химиялық технологияларды дамыту Францияның экономикалық кереметінің келесі бір сатысы еді. Енді Францияның экономикалық дамуына әрине Франция сол кезде басқарған экономика министрі Маненің жоспары өте маңызды рөл атқарды. Балалар, Мане жоспарын дәптерге жазыңыздар, Мане жоспары ұбт-дан келеді. Бірінші Мане жоспары қай жыл болды, екінші Мане жоспары қай жыл болғандығын дәптерге жазып алыңыздар. Енді біз бүгін Германияға келдік. Германиядағы экономикалық керемет қалай жүзеге асты? Соғыстан кейінгі жылдары Германия аумағы одақтастар арасында 4 оккупациялық аймаққа бөлінген еді. Ол жаңағы ағылшындардың аймағы, американдықтардың, француздардың және КСР-ның оккупациялық аймағы болып саналды. Осылайша 46 жылы экономиканың және қаржы жүйесінің бұзылуы Германияның дағдарыстық жағдайға әкелді. Көптеген қалалар жермен жексен болды. 45 жылдың аяғынан бастап кеңестік оккупациялық аймақтарда экономикалық реформалар қолға алына бастады. Тәркіленген өнеркәсіп кәсіпорын экономикалық мемлекеттік секторына көшті. Жалпы Германиядағы бүкіл кәсіпорындардың бәрі мемлекеттік меншікке өтті деген сөз. Бұл экономиканы жоспарлау қағидаттар бойынша жүзеге асырыла бастады. Яғни КСР-ның аймағындағы Германия аймағы ол жаңа жоспарлы экономика бойынша өз экономикасын қалпына келтіруді бастады. Батыс аймақтарда ол кішкене басқаша жүргізілді. Басқыншылар монополияларға қарсы бірқатар шараларды жасады. Олар барлық ірі кәсіпорындарды тәркіледі. Батыс әкімшілігі кең таралған тәркілеуден біртіндеп бас тарта бастады. Маршалл жоспары бойынша Батыс Германияға көмек көрсетіле бастады. 1949 жылы 7 қыркүйекте Бундестаг пен Бундесрат, яғни Германияның жоғарғы және төменгі палаталары жаңа конституцияны мақұлдап, Теодор Хойсті еркін демократиялық партиясынан өкілін Германия Федеративтік Республикасының президенті етіп тағайындады. Ал үкімет басшысы ретінде Христиан демократиялық одағының жетекшісі Аденауэр болып сайланды. Осылайша біз білетін Германия Федеративтік Республикасы немесе ГФР деп аталатын мемлекет қалыптасты. Ал КСР мемлекеті бұған жауап ретінде 49 жылы 7 қазанда Шығыс Германия аумағында Германия Демократиялық Республикасын құрылғандығын жариялады. Оның президенті болып Гроте Воль сайланды. Балалар, осы сұрақ тоже ұбт-дан келеді айтпақшы. Жаңа ГФР-дің басшысы кім, ГДР-дің басшысы кім, ГДР қашан құрылды, ГФР қай уақытта құрылды деген сияқты ұбт-дан келеді. Сондықтан міндетті түрде дәптерге жазып жаттайсыздар.
Енді Америка Құрама Штаттарындағы жағдай туралы айтайық. Жалпы әскери іс-қимылдар Америкаға қатты әсер еткен жоқ. Себебі Американ территориясында соғыс қимылдар болған жоқ, Американ заводтар мен фабрикалар қираған жоқ, зардап шеккен жоқ. Бірақ Америка Құрама Штаттары ленд-лиз бағдарламасы арқылы барлық елдерге көмектескен еді. Енді елдің ресурстары басқа елдер ресурстарынан бірнеше есе артты. ақш-тың экономикалық күші олардың қаржылық күштерінен негізделіп жасалынды. Осылайша 1944 жылы Бреттон Вудс конференциясында алтын валюта стандарттар жүйесі құрылды. Осылайша әлемдік айырбасталатын валюталардың рөлі ретінде доллар валютасы белгіленді. Енді халықаралық саудада негізгі айырбасталатын салар жаңағы товар болсын, алтын болсын, барлық мұнай болсын, газ болсын, біз доллармен есептейтін болдық. Бүкіл нәрсені оценка жасағанда доллармен бағалайтын болдық. Енді неміс кереметі жалпы 1949 және 63 жылдары Конрад Аденауэрдің батыс Германиядағы саяси жағдайды тұрақтандыру саясаты басталды. Тиімді экономикалық бағытты таңдау және тоталитарлық орталықтандырылған мемлекеттік басқару жүйесінен бас тарту ГФР үшін өте маңызды болды. ГФР экономикалық саясатты әлеуметтік нарық экономика теориясына негізделген Людвиг Эрхард деп аталатын кісі Германияның экономикасын атасы атанып, Германияның дамуына өз үлесін қосты. Айтпақшы бұл кісі Германияның экономика министрі болып сайланды. Мемлекеттің араласуы, нарықтық тетіктің жұмыс істеуі, осының бәрі Германияның экономикасының қарқынды өсуіне алып келді. Енді төбемде қарайтын болсаңыздар, Германияның экономикасы қарқынды түрде өсуі, яғни бұл жерде 1950 мен 1970 жылдардағы өсу күрт-бұрыстарына 50 жыл болса, мына жерде 1950 болса, ал Германия экономикасы жылдан жылға қарқынды өсіп келе жатқандығын сіздер көріп тұрсыздар. Бұның бәрі жаңағы айтып атқандай Людвиг Эрхардтың жаңағы ордолиберализм деп аталатын экономикалық кереметі болып саналады. Енді 1950 жылдары еркін кәсіпкерлік пен бәсекелестік, қолайлы өндірістің тиімді жасалынуы, сұраныс пен ұсыныстардың теңгерімді қалыпты келтіруі, бұның бәрі экономиканың дамуына алып келді. Осылайша 50 жылдардың соңына қарай Германия Федеративтік Республикасы соғысқа дейінгі экономикасына жетіп, өнеркәсіп өндірісі бойынша Германия Федеративтік Республикасы әлем бойынша екінші орынға шықты. Неміс валютасы Батыс Еуропадағы ең құнды валютаға айналды. Халық жұмыспен толық қамтамасыз етілді, жұмыссыздық жойылып, ереуілдер тоқтатылып, өмір сүру деңгейі Германияда өсті. Енді Германияда машина зауытына тоқталатын болсақ, бәріміз білеміз, Германияда қаншама машиналар шықты. Біз білетін Volkswagen, Mercedes, BMW, Opel, тағандай бір Audi секілді машиналардың көбісі осы Германияда шыққан брендтер болып саналады. Осылайша Мюнхен қаласында ең атақты зауыттардың бірі жалпы Volkswagen немесе қазақша Volkswagen деген зауыт болып саналды. Бұл неміс экономикалық кереметін өз үлесін қосқан компания болып саналады. Германия экономикалық кереметіне мына факторлар әсер етті. Назар аударыңыздар. Ол мына факторлар. Саланы қалпына келтіру және қайта құру, жаңа техникаларды енгізу. Өндіріс пен капиталдың жоғары шоғырлануын құруы. Жаңа технологияларды енгізу. Дәстүрлі неміс халқының әулелеті мен үйлесімділігі. Әскери істе және отаршылдық әкімшілікті қолдау үшін шығындардың болмауы маңызды рөл атқарды. Осы біз айтқан факторлардың арқасында Германияның экономикалық кереметі пайда болды. Ал енді Италияда экономикалық кереметке тоқталатын болсақ, Италия мемлекеті бізде 1950-60 жылдары Италия қарқынды экономикалық даму кезеңін бастап кетті. Европада өсім тұрғысынан Германиядан кейін төмен болып Италия 3-ші орынға шықты. Экономикалық өсімнің арқасында Италия қарыздарды
төлеуге және ақша бірлігі лираны тұрақтандыруға қол жеткізді. Италияның ақшасы қандай десе, лира дейсіздер. Итальяндықтардың өмір сүру деңгейі артып, гүлдену жағдайы қалыптасты. Бұл өсімнің нәтижесі негізінен елдің индустриалдық солтүстігінде пайдаланған негізгі сұранысы саналды. Оңтүстікте кедейшілік пен әлеуметтік шиеленістің көзі болып қала берсе, солтүстік Италия аймағы ең қарқынды дамыған аймақ болып саналады. Италияда экономикалық кереметтің себептері мен алғышарттары. Бірінші, аграрлық реформа. Ауылдық жерлердегі әлеуметтік шиеленістердің ауырлығын жойды. Біз айттық, Италияның оңтүстік аймақтары көбінесе аграрлық кәсіппен айналысады, шаруашылықпен, яғни егін егеді, жалпы жүзім өндірісі, шарап өндірісі секілді кәсіптермен айналысты. Олардың бәрін экспортқа жіберілді. ақш пен Ұлыбритания Италиядан алынатын өтемақыдан бас тартты. Естеріңізде болса, Италия Германия жағында соғысқан еді ғой. Сол соғыс ұтылғаннан кейін Италия контрибуция, яғни репарация төлеу керек еді. Бірақ Америка мен Ұлыбритания одан бас тартуы, жалпы Италияның кредиттері тағы азайды, Италияның экономикалық дамуына бұл тағы да бір серпін берді. Маршалл жоспары бойынша Италия 1,5 миллиард ақш доллары бойынша Америкадан көмек алды, яғни қарызға несие алды. Капиталды орталықтандыруға жәрдемдесетін ірі корпорацияларды мемлекеттің қолдауы пайда болды. Ірі компаниялар, ірі корпорациялар Италияда мемлекеттен қолдау тапты, мемлекет тарапынан жаңағы қаржыландырып отырды. Нәтижесінде ірі өнеркәсіп империялары пайда болды. Ол қандай? Италияда Fiat деп аталатын автомобиль, мынаны бізде Fiat деп аталатын автокөлік, Монте-Кантини, Пирелли, Эдисон, Альвейт секілді ірі кәсіпорындар бізде Италияда пайда болды. Елдің артта қалған оңтүстік аймағын дамытуға елеулі инвестициялар салынды. Арзан жұмыс күші, шетел капиталын тарту, европалық интеграция үдерістеріне қатысу нәтижесінде европалық экономикалық қауымдастықтың құрылтайшы елі болған осы Италия еді. Осылайша Италия мемлекеті қарқынды түрде өсуді, экономикалық тұрғыда өсуді бастады. 50-60 жылдар ұлттық кірісті 2 есеге ұлғайтуына алып келді. Экономиканы қалпына келтірудің және қарқынды дамудың табыстары халықтың өмір сүру деңгейін арттыруға, әлеуметтік мемлекет моделін қалыптастыруға Италияда алып келді. Орташа деңгейдегі аграрлық индустриалдық елден Италия жоғарғы дамыған елге айналды. Кеңес мемлекетіне тоқталатын болсақ, КСРО мемлекетінде соғыс кезінде ең басты міндет кеңестік экономиканы үдемелі түрде қалпына келтіру, ең алдымен ауыр индустрияны қараңыздар, ауыр индустрия және әскери өндірісті қайта құру болды. Яғни біз қазір КСРО мемлекетіндегі экономикалық керемет туралы айтып жатырмыз. 45 жылдан кейін КСРО ең бірінші қолға алған саласы ауыр өнеркәсіпті қалпына келтірді. Бұл ұбт-дан келеді. Одан кейін әскери салаға көңіл бөлді. Батыс Европа экономиканы қалпына келтіру үшін Маршалл жоспары бойынша 13 миллиард доллар алды. Яғни Батыс Европа елдері Америкадан 13 миллиард доллар қарыз ақша алды. КСРО алған жоқ. КСРОда орталықтандырылған экономика Германиядан алған өтемақы, яғни 4,3 миллиард рубль, агроөнеркәсіп секторынан өнеркәсіптік секторға бөлінетін қаражатты қайта бөлу, әлеуметтік шығындарды төмендету, ГУЛАГ пен бас бостандығынан айырылған тұтқындардың тегін еңбегін пайдалану, яғни жаңағы түрмеде отырғандар мен еңбекпен түзеу лагерлерінде отырған адамдарды қайтадан жолдарды, көшелерді, үйлерді, заводтарды, фабрикаларды, мектептерді, больницаларды қалпына келтіру үшін сол кісілердің еңбегін пайдаланды. Әрине оларға ЗП төлеген жоқ, тегін. Осылайша 1947 жылғы қаржы реформасы мемлекеттік қарыздар негізгі ішкі қайнар көздері болып қала берді. Яғни алып қарайтын болсақ, қаржы реформасы нәтижесінде КСРО мемлекетінде кішкене болса да қаржылық қиындықтар болды, бірақ экономикалық дағдарыстан шықты.
Соғыстан кейінгі шаруашылық басшылары экономистер арасындағы экономикалық басқару жүйесін қайта құру, жоғарғы орталықтандырылған билікті әлсіреуі нәтижесінде нарықтық қатынастардың элементтеріне жол беру туралы келіссөздер жасалынды. 4-ші бесжылдық, яғни 46-шы және 50-ші жылдары бізде КСРО-да 4-ші бесжылдық болды. Бұл бесжылдықты жазып алыңыздар, ұбт-дан келеді. Осы кезде арналған елдің шаруашылығын қайтадан қалпына келтіру, дамыту жоспары кәсіпорындар мен өнеркәсіптерге жеке жоспарларға сәйкес дербестік беру туралы келісімдер жасалынды. Жоспарда 48-ші жылға дейін өндірістің соғысқа дейінгі деңгейіне қайтадан жеткізу керек еді. Яғни КСРО мемлекетінде 48-ші жыл соғысқа дейінгі жағдайға жету керек еді. Сонымен қатар 8 сағаттық жұмыс күні КСРО-да қалпына келтірілді. Демалыстар қайтадан жаңартылды, еркін түрде жұмысшыларды жинау біртіндеп енгізілді. Осылайша КСРО мемлекеті экономикалық дағдарыстан шықты. Міне бүгін біз балалар экономикалық кереметті өттік. Сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймыз. Келесі сабаққа дейін кездескенше сау болыңыздар. 125 high school.